Баршаңызға қайырлы таң, достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бүгін тағы да ауа райы жаңбырлы болып тұр. Бүгін мен түнімен асқазаным кішкене ауырып шыққан болатын. Қазір соған енді шөпті парит етіп, соны ішем. Бүгін күні бойы жеңіл тамақ ішем енді бұйырса. Сол. Енді дағы жаңбыр болса да біз қазір бәрібір шығамыз біраздан кейін. Баламыз екеуміз магазинге баратын шығармыз. Кішкене жүріп қайтамыз. Сіздер қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Бүгін мінекей таңғы шайдың орнына асқазан шөбін парит етіп ішіп жатырмын. Что-то түнімен асқазаным кішкене ауырып шықты. Кеше қойдың етін жегенбіз ғой, майлы. Может быть, содан ба? Көп жеп қойған сияқтымын ғой. Сол шөпті ішіп кішкене отырамын қазір енді. Біз мінекей қазір далаға шыққалы тұрмыз. Наверное, магазинге барамыз. Сол күнде жаңбыр болып тұр, қазір көреміз. Может, коляскамен баратын шығармыз. Біз мінекей далаға шығайық деп тұрмыз, лифт күтіп. Мынау біздегі подъездегі гүлдер осындай көрші апайлар өсіреді. Сол, ана жерде тағы да бір гүл тұр. Дала жаңбыр болып тұр екен, не? Қазір шығамыз бұйырса. Біз шықтық. Жаңбыр жауып тұр ғой далада. Жаңбыр деген себелеп тұр. Бірақ әйтеуір қатты емес. Но все равно. Как будто бар ғой, еще қар ұшқындап тұрған сияқты. Мынау не бұрынғы Макдональдс қой. Бірақ қазір де сол. Бірақ аттан өзгерткеннен қазір осылай. Мен Александр бұнда жазылып тұр ғой. Осы Макдональдс ішіндегі тамақтары бәрі сол бұрынғыша. Біз мінекей магазинге келдік. Қазір булочка, содан кейін сметана сияқты бірдеңелер аламыз. Біз мінекей сырттан келдік және үйдің астындағы магазинге нан әкелмекті. Сол үшін басқа магазинге барып алдық. Свежий және ғана піскеннен ыстық болып тұр. Содан кейін булочка алдық мынандай. Білмеймін бағасынан шығып тұрады. И печенье яблочко. Біздің любимый печеньеміз осы міне. Осы печеньемен қазір шай ішіп аламын. Таңертеңнен бері шай ішкен жоқпын. Асқазан шөбін ғана ішкем. Сол. Ал біз мінекей кешкі тамағымызды ішіп алып далаға шықтық. Кішкене паркте жүріп қайтайық деп прогулка жасап. Ана жерде детская площадка бар, соған бар жатырмыз. Мына гүлдер деген күшті жайқалып тұр әлі күнге дейін. Керемет болып тұр. Қайырлы кеш, достар. Осы мен бүгінгі влогты аяқтаймын. Лайк басып, комментарий жаза кетсеңіздер болады. Тағы қандай тақырыпқа видео түсіргенімді қалайсыздар? Сол туралы да жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.